Xitay Respublikasının Artus şahrının turnuva eseptiler. 2004 yılı Kırgız Respublikasına jeke işleri katarı bilgiler. Oş şahrının, Oş oblasının Karasu dolarında jeke işleri katalgan oşarda işini hareket ediyor. Oşonun negizinde, Oşonun çoğu cerdeşi, Ali Artus'un arasının negizinde kuruluş bozulma 3 milyon 28 bin dolar boyunca Oşonun negizinde izleme işleri cariye alınan bu izleme işlerinin tekşerinin negizinde Kırgız Respublikası'nın özü жалғыз тұрған тиедетіне айтылған жұбайы келіп түркші ізденістің негізінде мағлұматтар болып Аятбек Саймати жазалма паспорт алынды Кыргыз Республикасы 2019 жылы бағытталған ошоның негізінде Жалал облысының Сузак районының паспорт қызметінің өкілі қылмыш болған бұл анықталған Саймат Еркин Сәлімович болып берілген. Жазалма емес, тағы паспорт подложный данныймен берілді. Ойын табылған данылармен. Ошоның негізінде бұл паспорт Берейстің қызметкерінде қылмыш болған 333 беренің негізінде Жалал Сузак районының сотына берілген 11 ноябрда қарап шығып, срок давностының белгісімен іш қысқартылған. Прокуратура тарапынан даже берілген надзорный порядке мағлұматтарды Жалал облыс соты декабрь айында қарап, ошол биринчи соттун чечимин күчүнө алган. Бул уақыт чыгып кеткен үчүн бул ушуга тартылган. Ошол азаттыктын программасында Эркин Саймати өзү айтып аткан мени мындайча айтканда кол органдары жана мүчөлөрдөн келип коопсуздук паспортумду алып коюш керек. Паспортумду алып коюш. Мына бул азаттыктын маалыматында турат. Анан кийинки учурда бул Кыргызстандан чыгып кетип атат. Эмне негизинде чыгып атат? Эгерде паспортун алып койгон болсо. Кайсы паспорт негизинде чыккан? Кандай жол менен чыккан? Кыргызстанга. Кыргызстанга ошо бизде жол колдонгон жана жазалма паспорт. Саймат Еркин Сәлимович 17 жылы чыкты. Ошо жазалма паспорттун негизинде чыккан. Ошонун чыгып кеткен Кыргыз Республикасы. Анан бул айтып атпайбы, мен күнчөлөр жолбосам ошол кыйнагандыктан паспортун алып коюш керек. Паспортун алып койгон болсо анда эмне негизинде өзүнүн паспортун ал аренда биште карап чыктык, өзүнүн паспортун алганбы же кандай негизи. Ал жерде арыз менен ошол убакта кайрылган эмес, качып чыгып кеткен да. Эшелде бир дагы кайсы жакка качып кеткен маалымат барбы? Кайсы өлкөгө качып кеткен? бул Казакстанга качып кирип, Казакстан аркылуу Турцияга өтүп кеткен. Түшүнүктүү.